Сәлем асы үйхан шайымдары. Менің тәттілер әлемі каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балалардың сүйіп жейтін пирогтарының бірі сникерс пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл осы рецепт түрімен жасап көруге кеңес беремін. Ендеше пирогымызды жасауға кірісейік. Ендеше кеттік. Бізге ең әуелі електен өткізілген ұнымызды ыдысымызға салып, оның үстіне електен өткізілген какаоымызды салып, және де 1 шай қасық разрыхлителімізді салып, жақсылап қолымыздың көмегімен қант сала отырып араластырып аламыз. Одан кейін қысқа толқынды пеште сары майымызды ертіп алып, оны да массамызға салып, үстіне жұмыртқамызды құйып, қолымыздың көмегімен қолға жабыспайтындай жұп-жұмсақ нәзік қамыр илеп аламыз да, оны жарты сағат уақытқа тоңазытқышқа жібереміз. Ендігі кезекте арасына салатын салмасына кірісеміз. Ол үшін творогымыздың үстіне қантымызды салып, және кукурузный крахмал, қаймақ, одан кейін 1 жұмыртқамызды салып, жақсылап блендеріміздің көмегімен 1 келкі масса болғанша толықтай араластырып аламыз. Массамыз 1 келкі болу керек. Ендігі кезекте жарты сағат тынған қамырымызды формамыздың арасына пергамент бумагасын сала отырып, жан-жағын жабыспауы үшін майлап аламыз да, қамырымызды бортик жасай отырып, 1 келкі етіп формамызға жайып аламыз. Дәл видеодағыдай. Міне, енді осы қамырымыздың үстіне алдын ала дайындалған начинкамызды құйып, қызып тұрған пеште жақсылап пісіріп аламыз. Достар, егер менің каналым ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Ол мен үшін өте маңызды. Міне, пирогымыз әдемі болып пісіп шықты. Ендігі кезекте ганажға кірісеміз. Ол үшін майдаланған арахис, тұзды арахисімізді блендерден өткізіп майдалап аламыз да, ыдысымызға шоколадымызбен сары майымызды салып, қысқа толқынды пеште жақсылап ерітіп аламыз. Еріген шоколадымыздың үстіне тұзды арахисімізді салып, 1 келкі болғанша араластырып аламыз да, алдын ала пісірілген пирогымыздың үстіне 1 келкі етіп құйып, лопаткамыздың көмегімен жақсылап тегістеп жайып шығамыз да, 4-5 сағатқа салқын жерге қалдырамыз. Міне, біздің өте керемет болып шыққан пирогымыз дайын. Сіздер де дәл осы рецепт түрімен жасап көрсеңіздер болады. Достар, менің арнамда түрлі тәттілер рецептісі бар. Дәл сол рецепт түрлерімен жасап көруге кеңес беремін. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар. Мен сіздерді өз арнамда күтем. Жолыққанша сау болыңыздар.